мұнай өңдеу зауытын салып отыр Ордабасы ауданында. 2 миллион тонна көмір-сутек шикізатын өңдеу бойынша. Көмір химиялық зауытын салып отыр 3,1 миллиард теңгеге. Фосфор кендерін өңдеу зауытының құрылысы жүріп жатыр 130 миллиард теңгеге. Тұрмыстық техника өндірісі болады бізде Түркістанда. Сазтөбе химиялық кешені 136 миллиард теңге. Қандай сумаға көріп отырсыздар. Осының бәрін алып жүрген Серікжан ағамыз, біз ризамыз ол кісіге. Бәріміз көмектесуіміз керек, бәрі жағын. Өгем өзенінде бұрыннан келе жатқан арманы 5 ауданды жаңағы сумен қамту, ауыз сумен. Қазығұрт, Сарыағаш, ар жағында Келес, Мақтарал, Жетісай. Таза сапалы ауыз сумен бұған 130 миллиард теңге жүзеге асырылады. 4 заманауи бино мектептері салынады. Оның ішінде Түркістан қаласында ол енді ең жаңа осы республикада ең үздік мектеп салынады. Біз бұл мектепті Түркістан қаласындағы археологияға, антропологияға, тарихқа, гуманитарлық салаға арнайтын боламыз. Бүкіл республикада 1 миллион адамдай шалдықты осы ауруға. Ал біздің облыста 14 мың адам болды қазір. Нәтиже сосын. Одан кейін біз көбінесе сол жасыл зонада тұрдық. Бұның бәрі ол әшейін емес, ол халықтың біріншіден түсінгені, өз-өзін жаңағы тәртіпке бағындырғаны. Қаланы климатын, микроклиматын өзгерту үшін жаңағыдай көлдер жасауымыз керек. Көлдер, каналдар. Көп адамдарда күмән бар. Бұл Түркістанда су жоқ, қайықтан шығып жатқан бұл су. Оның бәрінің есебі бар. Бұрын енді Түркістан Ахмет Яссауидің кезінде, болмаса Әмір Темірдің кезінде оазис болатын болса, орман, су, соны біз қайтып әкелуге шамамыз бар деп ойлаймыз. Қолмен жасап, соны істеуге болады.